Пара алмаған шенеуніктерді марапаттау керек пе? Иә. Негізі мен мынандайда менің өзімнің ойым да. Жалпы шын батырға жарнама керек емес. Ал енді қазір өзін жарнамалайды, мен осы жерде осындай батырмын, мына жерде спорт залда жүрмін, осындай тамақ ішіп батырмын, болмаса мен осындай істеп батырмын деген, ол өзін мақтаған, өгізбен төп кезінде аталарымыз айтқан, сол сияқты шын жаңағы шенеунікті, өзінің ісіне адал шенеунікті халық өзі бағалайды. Пара алмаған шенеунік бар ма екен өзі? Бар болса, істеген ісіне марапаттасын, пара алмаған үшін емес. Халыққа қандай пайдасын дейсіз, сол үшін марапаттасын. Ол пара алмады екен, молодец деп марапаттаудың не қажеті бар? Марапаттау сонда бүкіл халықты марапаттасын. Білмеймін. Онда енді мен пара алмадым деп ешкім айтпайтын шығар. Мына пара алмаған шенеунікті марапаттау керек пе? Қалай ойлайсыз? Обязательно. Не үшін? Потому что тогда стоит ол. Мотивация беру керек дейсіз бе? Мотивация беру керек. Премия даже может беру керек. Жоқ, әрине сіз марапаттау қажет емес, өйткені ол сіздің міндетіңіз деп ойлаймын. Бірақ қазіргі заманда енді қоғам соған кетіп бара жатқан сияқты деп ойлаймын. Бірақ енді марапаттау қажет емес деп ойлаймын, өзі ойым. Пара алмаған шенеуніктерді марапаттау керек пе? Керек шығар, иә. Енді ол кісілер адал қызмет етіп жатса, халыққа, елге, неге марапаттамасқа? Сол үшін марапаттау керек деп ойлаймын. Мына шенеуніктерді пара алмаған үшін марапаттаған дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Енді біздің елде дұрыс. Басқа елде ол айтарлықтай жаңалық емес. Біздің елде енді көп. Ондай жағдай көп. Марапаттаса болды. Енді соған қарап үлгі алатын шығар. Үй алатын шығар мүмкін. Ол уже марапатты алып жатқаннан кейін қасында әріптестері уже пара алып жатыр деген сөз да уже айқын болып қалады. Сол себепті. Негізі пара алмау олардың бірінші міндеті. Бірінші міндеті, конечно. Енді соған қарап үлгі алатын шығар. Біздің елде енді айта алмаймын енді, қиындау. Конечно, марапаттау керек. Не үшін? Дегенше ол пара алмайды, ел үшін қызмет етеді. Мәселе марапаттың мағынасы терең ғой. Марапаттау керек еңбек адамын. Табан ет маңдай терімен еңбек етіп жүрген адамдарды марапаттау керек. Ол болса, ол адамдардың рухани жағдайын көтереді. Ал енді чиновниктер ол халыққа қызмет істеу керек. Адал қызмет істесе неге марапаттамасқа? Адал қызмет істеп, халықпен бірге қоян қолтық араласып, халықтың жағдайының көп мәселесін шешіп жүрсе, марапаттау керек оларды да. Ал отырып өтірік қағаз толтырып, өтірік ақпарат берген чиновникті неге марапаттайсыңдар? Ондай марапаттың қажеті жоқ.